Саламатсыздар ма балалар? Саламатсыздар. Сабаққа дайынсыз ба? Иә. Жақсы отырамыз. Балалар, бүгін бізде әдебиет пәні, біз әдебиет пәнінен Тайым Рахметовтың Руслан Иса әңгімесін өтіп жатырмыз, иә балалар? Біз мәтінмен, шығармамен таныстық қылай ма? Таныстық, иә? Сол бір аянның балалық шағы, балалық шақтары, сәттері, суреттері, иә? Солай ма балалар? Енді біз бүгін осы Руслан Иса әңгімесінің тақырыбы мен идеясын анықтайтын боламыз. Бүгінгі біздің оқу мақсатымыз балалар, әдеби шығармадағы көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіру. Осы оқу мақсатына жету үшін балалар біз көптеген тапсырмаларды орындаймыз. Ол үшін бәріміз балалық шағымызға оралайықшы. Біз балалық шақта ұшақ жасадық па? Жасадық. Ойнадық па ұшақ жасап? Ойнадық. Дәл қазір балалық шағымызға оралып, әр топтан бір немесе екі ұшақ жасап, жылдам ұшақ қанаттарына шығармадағы көтерілген мәселені жазып, бір топқа лақтырамыз. Ұшағымыз дайын ба? Дайын, иә? Жылдан бір топқа алматып лақтырайық. Тамаша, ұшақтарымыз жылдан қонып жатыр. Ағайдың сіздердің ұшақтарыңыз ғана қашып кетті. Ұшағымыз келіп қонды ма? Қонды, иә? Дәурен, сіздің топқа қандай ұшақ келіп қонды? Менің топыма Аян басқа балаларға қарағанда ерекше ме? Аян басқа балаларға қарағанда ерекше ме? Иә, ерекше. Себебі Аян ол кезде әдемі киіммен қаладан келген бала секілді және тәртіпті болып, өзін жақсы болды. Ерте барлық үйреніп алып, иә? Жақсы. Келесі ұшағыңызды? Келесі жағында Аян жастайынан күндерден айырылды. Аян жастайынан соғысқа кеткен ата-анасынан айырылды. Тамаша, жақсы. Алтайыр, сіздің тобыңызда қандай ұшақ келіп қонды? Аянды ауыл балалары қалай көрді? Аянның ауыл балалары ең бірінші көрген кезде Аян қаланың баласы секілді көрінді. Бойы ұзын, ақ келген, киімі таза бала. Ал екіншісі келесі ұшағыңызды басқа топ мүшелеріне беріңіз. Баласа. Аянның аянышты өміріне ол жастайынан анасы қайтыс болды. Кейін әкесі оның артынан соғысқа кететін болды. Жақсы, бұл Аянның тағдыры өте қиын болды, иә? Жақсы, келесі ұшақ бар ма? Жақсы, Мери, сіздерге қандай ұшақ келіп қойды? Соғыс кезіндегі жетім балалардың өмірі қандай болды? Соғыс кезіндегі жетім балалардың өмірі қандай болды? Сипаттап беріңіздер. Оларға әрқашан тамақ жете бермеген. Себебі өздерінің тамақтарының кейбір көп бөлігін өздерінің солдат болып жүрген ағаларына, ата-аналарына жіберген. Жақсы, келесі. Аянның аянышты өмірі қандай, неге аянышты болды? Себебі ол ерте жастан ата-анасынан, әжесінен айырылып жетім болып қалды. Жақсы, келесі ұшақтарыңызды ағайын. Автор мәтінде Аянды қалай сипаттады? Тамаша сұрақ. Автор мәтінде Аянды қалай сипаттады дейді? Оны автор қаладан келген, әдеміше дейді, иә? Футболкасы аппақ өзінің сипаттады. Тамаша. Яғни балалар, автор Аянның бейнесін өте тамаша суреттейді, иә? Әдемі киінген, аппақ, бойы ұзын ба Аянның? Бойы ұзын болады, иә? Тамаша балалар. Енді топтық жұмысқа ораламыз. Яғни сіздерге берілетін топтық жұмыс балалар. Бірінші топ. Сіздер мәтіннен Аянның портретін таба отырып, кейіпкерге сай мінездеме жасайсыздар. Екінші топ. Сіздер әдеби шығарманы, яғни Руслан Иса әңгімесін хикаяттар тауына орналастырасыздар. Үшінші топ. Сіздер пила әдісі арқылы кестеге шығарманы толтырасыздар.
топпен жұмыс істейміз. Тапсырма түсінікті ме балалар?
мейірімді, ақкөңіл және де данышпан, білімге құмар болған. Тамаша. Пікір. Аян қанша өзінің жақын адамдарын жоғалтса да, ешқашан жолында тайынбады. Адамдармен тесіліп тапсырды. Ал сұрақтарда біз автор Аянның бейнесімен оқырмандарға қандай тәрбие бергісі келді деп сұрақ қойдық. Тамаша. Ол сұрақты қайдан қабылғыларыңыз келеді? Ол сұрақты екінші топқа қойдық. Екінші топқа қойылады келеді. Ал едәуір жауап беріңізші. Сұрақты қайдан алыңыз? Автор Аянның бейнесімен оқырманға қандай тәрбие бергісі келді. Автор оқырмандарға жетім баланың өмірін сипаттап қана қоймай, жетім баланың өмірі қиын екенін білдірді. Тамаша. Келесі. Икс әрекетке біз автор аянды шолақ жидегі шолақ жеңді ақ жейдедегі тізеден жоғары қара шалбар киген орта сай бала деп сипаттады. Сипаттайды. Тамаша балалар. Жақсы, сіздер пила тұра берсін. Пила кестесі арқылы сіздер шығарманы сипаттадыңыздар, иә? Жақсы. Бірінші топ бағалап беріңіздерші. Мери. Өздерінің пікірлерін өте жақсы айтты және де барлығы ұқыпты жасады. Ұқыпты жасады. Тамаша. Еңлік сіз бағалап беріңізші осы топ. Ойы бәрі жақсы, мәтінді жақсы түсінген және де сұрақтарды Кестеге толтырылған мәліметтер дұрыс, иә? Жақсы балалар. Отырамыз. Жақсы. Келесі топ сіздер хикаяттар тауына орналастыруларыңыз керек, иә? Шығарманы шығармаңыздар. Жақсы. Ал тыңдаймыз балалар. Сіздерге берген тапсырма? Жусан иесі атты шығарманы хикаяттар тауына бөліп қойды. Яғни шығармадағы оқиғаларды хикаяттар тауына орналастыруларыңыз керек, иә? Бірінші Жусан иесі не туралы екенін айтып өтейін. Жусан иесі не туралы екенін айтып өтейін. Жусан иесі жетім балалардың өмірі туралы айтылған. Хикаяттар тауы аяқ мысалы ең бірінші аяқтың балалармен танысуы, Аянның әжесінің айырылуы, қаралы хаттың келуі. Тамаша. Және де төртіншісі Аян жетім болып қалған үшін бабайды үйіне көшіп кетеді. Содан кейін Аян өзі жетімдер үйіне келуге хат алып, жетімдер үйіне көшеді. Яғни бұл сіздің оқиғаның байланысуы, иә? Жақсы. Және ең соңғы барлық балалар өсіп, олар Аян туралы әңгіме айтады. Аянды еске алуы бұл шығарманың қорытындысы, яғни шешімі, иә? Жақсы балалар. Камера. Бағалап беріңіздерші, жанды. Бірінші топтың істеген орындаған тапсырмасы маған өте қатты ұнады. Сол тапсырманы дұрыс орындаған. Тамаша. Камера. Еңлік. Бұл топтың ойы бәрі өте жақсы құралған, мәтінді жақсы түсінген және де қорытынды басы өте жақсы. Тамаша балалар. Отырамыздар. Балалар, келесі бізде үшінші топ. Үшінші топқа берілген тапсырма шығармадан Аянның портретін тауып сипаттауды кетесіңіз, иә? Иә. Дұрыс біліңіздер бірінші. Жөне біліңіз. Аян қағанның баласы үйіне көрініп тұр. Тамыр, бәріміз балалар Аянның бейнесіне назар аударайықшы. Біздің шығармадағы Аян ба бұл? Аян, иә, ұқсап тұр ма? Енді бірінші топ мүшелерінің талдауын тыңдайық. Бұл аяқ ол үсті таза, шашы дұрыс қысқартылған, аяқ киімі қап-қара таза. Біз осы терминдер арқылы осы аянды салып шықтық. Тамаша. Тағы? Аян қаладан келген бала екенін көріп тұр. Кожасының түсі аппақ, киімдері таза және кекілі қайылған бала. Тамаша. Егер де мәтіннің ортасына
қорытындысынан жоғары қарайтын болсақ, аянда жетім бала екені көрсетеді. Тамаша балалар. Ал мына Павла беріңіздерші, анаклар. Қалай салды біздің Аянның портреті? Аянның портреті өте керемет салынған. Жейдесі де, шалбары да жақсы салынған. Шығармада Аянды көріп тұрмыз, иә, ең басында. Жақсы балалар, отыра қойыңыздар. Енді жалпы бір қараңыздар балалар. Бұл шығармадағы басты кейіпкер Аян, иә? Аянның тағдыры, Аянның балалар үйіне өткізілуі, Аянның балалар үйіне баруы. Қазіргі таңда балалар қалай ойлайсыздар? Жетім балалардың көбеюі, балалар үйінің көбеюі. Не себептен? Соғыс кезіндегі балалар, яғни олар ата-анасы соғысқа келіп, қайтадан оралмады, иә? Сол себепті балалар үйіне өткізілді. Ал қазіргі таңдашы, Елдана, Қазіргі таңда отбасылық мәселелер, яғни қазір балалар біз тәуелсіз елміз, иә? Бейбітшілік заманда өмір сүріп жатырмыз, ешқандай соғыс жоқ. Неліктен бізде балалар үйі бар? бұл балалар үйінің ашылуы, яғни балалар жетім болуы, оның бәрі отбасылық мәселелері, яғни ата-аналардың бір-біріне қосып ажырасып кетуі. Ата-ананың жауапкершілігінің жоғынан. Әлтайыр, сіз не дейсіз? Тағы осы Елдананың сөздеріне келсем және қосатын болсам, ал отбасындағы ұрыстан емес, әйел жесір қалуынан, оның балаға жақсы ақша беріп, дұрыс тамақтандыра алмауынан бала жетімдер үйіне түседі. Жарайды, жақсы. Дәурен, сіз қалай ойлайсыз? Мен де Елдаманың айтқан сөзіне келісемін. Қазіргі таңда отбасылық ұрыстар көп болып, және де жаман жолға салынып, ата-аналар балаларын жетімдер үйіне өткізеді. Жақсы балалар. Ендігі берілетін тапсырма балалар, сіздерге топтық жұмыс, ол үшін сіздерге бірінші топқа Вен диаграммасы беріледі. Яғни жаңа айтып өткеніміздей, қазіргі заманғы жетім балалар, және соғыс кезіндегі жетім балаларды салыстырасыздар. Екінші топ сіздерге, яғни соғыс кезіндегі жетім балалардың бейнесін суреттеп өлең шығарасыздар. Ал сіздерге берілетін тапсырма балалар, соғыс жылдарындағы жетім балалардың тағдырын суреттеп, шағын ғана эссе жазасыздар. Тапсырма түсінікті болса, бастаймыз. Өлеңдеріңіз жинақы, мәнді болу керек, соны ескеріңіздер. Тапсырманың дескрипторына назар аударсаңыздар болады. Өлең құрылысын сақтаңыздар, шығарма құрылысын сақтаңыздар, соны ескеріңіздер балалар. Сіздерге берілген тапсырма соғыс кезіндегі жетім балалар тақырыбына эссе жазу.
көтерілген әлеуметтік мәселені ескере отырып шағын эссе жаздыңыздар керек, иә? Балалар, болды, аяқтап, бірінші топтың тапсырмасын тыңдаймыз. Сәуле? Соғыс кезіндегі балалардың балалық шағы болмаған. Олар ерте естиген. Әкелері жасы толған, ағалары соғысқа кетіп, үйдегі, күздегі шаруаның барлығын атқаруға балалар көмектескен. Себебі елде қарттар мен әйелдер ғана қалған. Біздің осындай бақытты өміріміз үшін олардың алдында қарыздармыз. Тамаша. Ағадil? Бұл шығармада баяндалған мәселе соғыс жылдарындағы жетім балалардың өмірі қандай болды? Соғыс жылында балалардың әкелері, көкелері, ағалары соғыста кетеді. Олар 4 жыл әкелерінсіз шыдап жүреді. 4 жылдың ішінде әкелері оралмаған балалар да жетерлік. Ол кезде тамақ тауып ішу де мүмкін болмады. Қазіргі заманда өз өмірі өзіне ұнамайтын адамдар да бар. Ал соғыс жылдары адамдар өз өмірін жақсы көрген. Тамаша. Қандай жазылған шығарма балалар, иә? Ал бірінші топ, үшінші топтың жұмысын бағалап жіберіңіздер шығар. Адия? Бірінші топтың тапсырмасы жақсы орындалған, мәтіннің құрылымын дұрыс сақтаған, және мәтінді түсіндірді. Яғни айтатын ойы анық болды, иә? Елдана? Менің екінші айтарым мәтіндері өте эсселері өте жақсы айтылған, барлығы мәтіндегі барлық заттарымызға, яғни қазіргі өмірге байланысты. Тамаша. Келесі топ сізге берілген тапсырма соғыс жылдарындағы жетім балалардың тағдырын елестете отырып, шағын өлең шығаруларыңыз керек, иә? Ал, дайын өлеңдеріңіз? Иә. Жетімнің жайын кім ұғар, балалар үйі панасы, мейірім іздеп тұншығар, жоқ мүлде оның анасы. Сыпаймас ешкім басынан, бейді оны жақынын, жылауық сезбей жасынан, жылаумен өтер өмірі. Жүректің емдеп жарасын, жетімден құдай аласын, далаға тастап баласын, ата-ана қайда барасын. Тамаша. Жақсы. Келесі топ сіздерге берілген тапсырма. Видеонамасы арқылы қазіргі қоғамдағы жетім балалар және соғыс кезіндегі жетім балаларды видеонамасы арқылы салыстыру. Түзу. Қазіргі жетім балалар ата-анасының ажырасуынан, ұрыс-керістен, жауапкершілігі жоғынан балалар үйге түседі. Ал бұрынғы заманда ата-анасы соғыстың кесірінен дүниеден өтіп, балалары жетім қалады. Қазіргі кездегі ата-аналардың жауапкершілігі болмаса, ол бұрынғы ата-аналар соғыс барысында көз жұмған. Яғни бұл видеограммасы арқылы біз қазіргі жетім балалары және бұрынғы жетім балалардың жетім үйлеріне түсуінің себептерін айттық және талқыладық. Тамаша. Ал бағалап жіберіңіздерші, не дейді? Бағалаған мәтінді де жақсы түсінді, меніңше диаграмманы дұрыс қараған. Дұрыс. Талдаған, иә? Еңлік, сіз қандай пікір білдіресіз? Бұлардың мұнда өте жақсы болған, және де қазіргі заманның ата-аналары мен бұрынғы заманның ата-аналарын салыстырып, өздерінің ойларын толық жеткізген. Тамаша. Жақсы, отыра қойыңыздар балалар. Балалар, бүгінгі біздің оқу мақсатымыз қандай еді? Есіңізге түсірейік кішкене. Елдана? Бүгінгі біздің оқу мақсатымыз әдеби шығармадағы мәтіннің идеясы мен тақырыбын, яғни қоғамдық әлеуметтік мәселені идеясы арқылы түсіндіру болатын, иә балалар? Біз балалар бүгінгі оқу мақсатына жеттік па? Жеттік, иә? Жалпы бүгінгі сабаққа кері байланыс жүргізейікші. Дәурен, сіз бүгінгі сабақта не түсіндіңіз, не үйрендіңіз? Мен қазіргі заман мен баяғы замандағы жетімдердің жағдайын және аянның жаман қатал өмірін түсіндім. Тамаша. Елдана, бүгінгі сабақ сізге ұнады ма? Несімен ұнады? Бүгінгі сабақ маған ұнады, себебі біз егерде осы мәтінді оқи отырып, келесі болашақта өзіміз ата-ана болған кезде жауапкершілікті өзіміздің қолымызға аламыз. Өте тамаша. Мири?
Бүгінгі сабаққа келіп айтып беріңізші. Бүгінгі сабақтан менің түсінгенім жетімдердің өмірі, олардың қатал өмірлері және де көп ата-аналардың жауапкершілігі жоқтығын түсіндім. Тамаша. Әлтайым, бүгінгі сабақта сізге қай тапсырма, қай мәтін ұнады? Маған бүгін тапсырмалардан топтық жұмыстардың Аянның бейнесін салу ұнады. Яғни өзіңіздің тобыңыздағы Аянның бейнесін салу ұнады. Неліктен? Маған Аянның бейнесін салып отырып, Аянның аянышты өмірі мен оның тағдыры елестетті. Көз алдыңызға келді, иә, соғыс жылдарындағы жетім балалар. Барлықтарымыздың көз алдымызға сол бір жылдардағы жетім балалардың арманы десек те болады, иә, тағдыры бәріміздің көз алдымызға елестеді, иә, балалар. Тамаша балалар, бүгінгі сабаққа өте тамаша белсенді қатыстыңыздар. Сабақ аяқталды, рахмет.